Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше болып шығатын осылай дімләма тамағын жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер рецепт қызық болса, видеом пайдалы болса, рецепті жоғалтылмас үшін каналыма алдымен подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдыменен қазанымызға сұйық майымызды құйып, оның үстіне ұсақтап туралған еттеріміздің барлығын дәл видеодағыдай етіп салып шығатын боламыз. Барлығын алдын ала турап дайындап алыңыздар, сонда тамақтарыңыз жасалу жолы оңай болады. Осылай туралған еттерімізді салғаннан кейін оның үстінен осылай пияздарымызды, яғни дәл видеодағыдай туралған пияздарымыздың барлығын еттің үстінен теріп салатын боламыз. Достар, каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналымда 300-ден астам рецепт өте көп. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Үйде жасалған кез келген айранмен, сүтпен, сұйық май, не болмаса айран сүтті қажет етпейтін өте керемет пісіріктердің рецепттері өте көп, қарап жасап көріңіздер. Осылай пиязымыз салғаннан кейін татымына қарай тұзымызды, паприкамыз және қара бұршымызды салып, оның үстінен дәл осылай туралған сәбіздерімізді салып алатын боламыз. Достар, керекті заттардың барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын болам, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Осылай 3-4 тісше туралған чесноктарымызды бетінен салып жібереміз. Содан кейін алдын ала туралған картоптарымызды салатын боламыз. Картоптарымыз бен сәбізімізді бірдей етіп турайтын боламыз. Осылайша барлығын салғаннан кейін үстінен 3-4 тал осылай лавр жапырағын салатын боламыз. Бұл біздің тамағымызға өте дәмін керемет беретін болады. Осылайша лавр жапырақтарын салғаннан кейін үстінен қызыл және көк болгар бұрыштарымызды дәл осылай турап саласыздар. Яғни осылай болгарскийлерімізді турап, бетінен осылайша қойып шығасыздар. Одан кейін кез келген магазиннің не болмаса қолда жасалған осылай томат пастамызды құйып алатын боламыз. Оның үстінен 40 қабат, яғни капустамыздың осылай жапырақтарын осылай тамағымыздың бетіне жақсылап барлығын қойып дайындап алатын боламыз. Достар, каналымда рецепттерді міндетті түрде қарап көріңіздер. Дәл осы рецептпен сіздер де дімләма тамағын жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Енді қақпағын жауып отқа қойып 1-1,5 сағат пісіріп алатын боламыз. Ешқандай су құймаймыз. Тамағымыздың өзінің суы бөлініп шығатын болады. Осылай бірінші бетіне легенімізге сүзіп алатын боламыз. 40 қабат, яғни капуста жапырақтарын қойып, оның үстінен дәл осылай дімлямамыздың қалған тамақтарын сүзіп, отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Егер де сіздерге рецепт пайдалы болған болса, қызық болса, міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Және өз қалауларыңыз бойынша осылай укроптарды бетіне сеуіп, отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Егер рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл.